Саламатсыздар ма, білім алушы? Тарих пәнінің мұғалімі Амиркулова Ұлболсын Ашымхановна. 5-ші сынып Қазақстан тарихы. Жаңа сабағымыздың тақырыбы ғұндардың батысқа қоныс аударуы, Аттила және оның жаулаушылық жорықтары. Мақсатымыз ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету, Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын анықтау. Зерттеу сұрағы: ежелгі авторлар Аттилаға қандай баға береді? Бағалау критерийі: ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсетеді. Қазақстан территориясындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын анықтайды. Оқушылар, сабақты бастамас бұрын мен сіздерге сурет көрсеткім келіп тұр. Бұл суретте қандай үдеріс бейнеленген? Қоныс аудару дегеніміз не? Адамдар неге қоныс аударады? Ғұндар неліктен батысқа қоныс аударды? Ал ендеше бұл сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бұл суретте қандай үдеріс бейнеленген? Әрине, дұрыс айтасыздар. Бұл жерде көші-қон үдерісі. Қоныс аудару дегеніміз не? Қоныс аудару дегеніміз латын тілінен аударғанда миграция деген мағынаны білдіреді. Миграция дегеніміз бір мемлекеттің территориясынан екінші мемлекеттің территориясына қоныс аудару үдерісі болып табылады. Адамдар неге қоныс аударады? Адамдар қызмет бабына ауыстырғанына байланысты, сонымен қатар отбасылық жағдайларына байланысты және де климаттық ауа райының өзгеруіне байланысты ауыстыруы мүмкін. Ғұндар неліктен батысқа қоныс аударды? Естеріңізде болса, біз бұл сұрақтар бойынша алдыңғы сабақтарда шолу жасаған болатынбыз. Яғни Қазақстанның оңтүстік батысы мен Арал теңізінің бойында біздің заманымыздан бұрын 1-ші ғасырда үлкен өзгеріс болды. Ол ұлы қоныс аудару болатын. Ұлы қоныс аудару дегеніміз, яғни шығыстан батысқа қарай көшіп қону үдерісі. Бұл кезде байқасаңыздар, ассимиляция кезеңі болып өтті. Қоныс аудару ғұндардың шығыстан батысқа қарай көшуінен басталатын оқиға. Осы кезде ассимиляцияда үдеріс болған болатын. Яғни халықтың өзара араласып өзгеріске ұшырауы. Ғұндардың батыс елдерін бағындырған жеңімпаз жорықтары Аттила патшаның атымен тығыз байланысты. Осы жорықтардың арқасында ғұндар Евразия кеңістігінде үстемдік жүргізген. Аттила әйгілі ғұн империясының әміршісі, шамамен 400-450 жылдары өмір сүрген. Аттиланың тұсында империя өзінің шарықтау биігіне көтеріледі. Шығыста Кавказға, батыста Рейнге, солтүстікте Даниялық аралдарға, оңтүстікте Дунайға дейінгі жерлер ғұн империясының иелігіне айналды. Аттила әскері 447 жылы Фракия мен Иллирияны талқандап, Фермопил мен Константинопольге дейін жетеді. Қуатты Шығыс Рим империясына Византияға жорық жасап, оны тізе бүктіреді. 451 жылы Галлияға басып кіреді. Мұның соңы тарихта бұрын болмаған үлкен қырғын, осы дәуірдің ұлы оқиғасы Каталаун, Франция жерінде шайқасын алып келді. 452 жылы Италияны ойрандап, Падуя, Милан секілді қалаларын алды. Алайда ол Рим қаласын қиратпай, тек салық жинап, кері қайтады. Еділ патшаның кезінде ғұн империясы аумағын кеңейтіп, көркейе түскен. Қаншама халықтар мен қалалар Еділдің алдында бас иген. Осылайша ғұн империясының даңқын аспанға шығарған жау жүрек Еділ қаған 453 жылы қайтыс болды. Оның денесі Тисса өзенінің арнасына жерленген. Аттиланың өлімінен кейін ғұн тайпалар одағы ыдырап, тарап кетті. Ендеше оқушылар халықтардың ұлы қоныс аудару бойынша тоқталып кетейін. Біздің заманымызға дейін 55 жылы ғұн мемлекеті екіге бөлінді: оңтүстік және солтүстік. Оңтүстік Хуанхе басқарды, солтүстікті Чжи басқарды. Ғұндардың батысқа көшуінің алғашқы толқыны біздің заманымыздан 1-ші ғасыр мен 2-ші ғасырдың жартысы. Ғұндардың батысқа көшуінің екінші толқыны біздің заманымыздың 1-ші ғасырын қамтиды, яғни 93 жыл аралықтары. Халықтардың ұлы қоныс аударуы біздің заманымызға дейін 1-ші ғасырдан бастап, біздің заманымызға дейін 4-ші ғасыр аралығына дейін созылған. Кескін картада көріп тұрғандарыңыздай, халықтардың қоныс аударуына тоқталып кетейік.
Ғұн мемлекетінің шекарасының орналасқан орны картада екі бағыт байқалған. Солтүстік ғұн мемлекетінің оңтүстігін хан империясы бағынышты ұстап тұрған байқалады. Ішкі талас тартыста ғұндардың екіге бөлінуі, яғни хан империясының қысым көрсетілуі, жердің жетіспеуі нәтижесінен чыжи бастаған топ батысқа қарай қоныс аудара бастаған. Ол картада бақыт сызығымен, ол біздің заманымыздан 55 жыл мен біздің заманымыздан 93 жыл болатын. Оңтүстікке бағытталған ғұндар Ақғұн, Эфталиттер, Орта Азия, Ауғанстан, Солтүстік Үндістан. Батыс бағыты Панония, қазіргі Венгрия, Батыс империясын құрды. Ежелгі авторлар Аттилаға қандай баға берді? Рим патшасы Ромул Аттила туралы пікірлер. Бір көрген адам оның нағыз азиялық екенін бірден айтады. Басы үлкен, орта бойлы, мығым денелі. Қараған жерін тесіп өтетіндей көзқарасы сұсты, дауысы күмістей сыңғырлайды әрі құлаққа жағымды деп Рим патшасы Ромул айтты. Басқа елдерді жаулап алғандардың ішінде Аттиладай ұлы істер жасаған ешкім жоқ. Византиялық тарихшы Приск. Аттила есімі адамзат тарихындағы ұлы адамдар Александр Македонский мен Юлий Цезарьдың қатарынан орын алады. Француз тарихшысы Терри осылай баға берді. Ендеше қарайықшы оқушылар экранға. Бүкіл әлемді жаулаған Аттилаға ежелгі авторлар қандай баға берді? Қайратты, өткір, сенімді, қайырымды, мейірімді, ойлау қабілеті жоғары. Оқушылар бүгінгі өтілген жаңа тақырып бойынша сіздерге тапсырма бергім келіп отыр. Керекті сөздерді пайдаланып сөйлемді толықтырыңыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бос ұяшықтарға төменде тұрған ұяшықтардың ішіндегі сөздерді өз орнына қойып сәйкестендіру қажет. Ал ендеше дұрыс жауабымен сәйкестендіріп көрейік. Бірінші ұяшықта біздің заманымыздан бұрын 55 жылы, екінші ұяшықта оңтүстік және солтүстік, келесі Хуанхе және Чжи. Дескриптор бойынша керекті сөздерді пайдаланып, сөйлемді толықтырдыңыздар. Жарайсыздар. Келесі тапсырманы орындайық. Аттилаға бағынышты болған елдерді белгілеңіз. Енді дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Боспор патшалығы, Рим империясы, аландар, славяндар, вестготтар және остготтар. Өте тамаша. Жарайсыздар. Бүгінгі жаңа сабақты қорытындылайық. Осы бойынша мен сіздерге жетістік баспалдағын ұсынғым келіп отыр. Мен толық түсіндім, мен түсінген сияқтымын, маған көмек қажет. Осы бойынша жұмыс жасаңыздар. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.